Қызанақты жерге отырғыздыңыз. Көшет тіріліп келе жатыр. Ал қолымыз бірден тымайтқышқа созыла ма? Тоқтай тұрмыз. Дәл осы жерде көп адам қателеседі. Ерте қоректендіреді, артық береді. Сосын бұта жапыраққа кетіп, гүл де аз, қызанақты аз болады. Бүгін қызанақты көшіріп отырғызғаннан кейін алғашқы қоректендіру туралы айтамын. Қашан беру керек, немен беру керек, ал қандай нәрсені мүлде қимаған дұрыс. Қазақстанның ауа райында ескереміз, өйткені бізде бір жерде күн күйдіріп тұрса, бір жерде түн әлі салқын болуы мүмкін. Ең алдымен уақытын айтайық. Егер жеріңіз алдын ала жақсы дайындалған болса, алғашқы қоректендіруді көшет отырғызылғаннан кейін 10 күннен 14 күнге дейін күткен дұрыс. 5 күннен кейін емес, бір аптадан кейін де асықпаңыз. Қызанаққа алдымен жаңа жерге үйрену керек, әсіресе ашық топырақта асықпаған жөн. Солтүстік, орталық және шығыс Қазақстанда түн салқын болса, бұта баяу бейімделеді. Мұндайда 14 күн күткен дұрыс. Ал оңтүстік өңірлерде немесе жылыжайда көшет тезірек тамырыстайды. Сондықтан 10 күннен кейін қарауға болады. Бірақ бәрібір күнге емес, бұтаның өзіне қараңыз. Егер жер өте жұтаң болса, ал көшет мүлде қозғалмай, өсуі тоқтап тұрса, әлсіз ғана бастапқы қорек беруге болады. Бірақ тыңайтқыштың қаптамасында жазылған мөлшердің жартысын ғана қолданыңыз. Міндетті түрде ылғалды жерге құйыңыз. Мөлшерді өзіңіз ойдан көбейтпеңіз. Неге бұлай? Көшет отырғызылғаннан кейін қызанақ бірден өспейді. Алдымен тамыр жаңа жерге жайылады, топыраққа үйренеді, күш жинайды. Осы кезде үстінен күшті тыңайтқыш құйсаңыз, өсімдік оны дұрыс қабылдамайды. Тіпті жас тамырды күйдіріп алуыңыз мүмкін. Сонда сіз көмектестім деп ойлайсыз, ал бұта керісінше әлсіреп қалады. Қызанақтың алғашқы қорекке дайын екенін қалай білеміз? Жоғарғы ұшына қараңыз. Жасыл басы сергіп, жоғары қарай тартылып тұрма? Жапырағы салбырамай, күндізгі ыстықта да өзін ұстап тұрма? Ең бастысы, жаңа жас жапырақтар шықты ма? Міне, сол кезде қоректендіруге болады. Ал егер бұта әлі ойланып тұрғандай, жапырағы бос, түсі солғын болса, асықпаңыз. Оған дәл қазір тамақ емес, уақыт керек. Енді ең маңызды сұрақ. Немен қоректендіреміз? Көп адам осы жерде қателеседі. Қолына мочевин алады, селитр алады, сарайда қалған кез келген азотты тыңайтқышты құя салады. Бұта бірден көкке кетеді, жапырағы үлкейеді, сабағы жуандайды, бірақ бүлдеуі кешігеді. Ал бізге қалың жапырақ емес, ерте әрі мол қызанақ керек. Есте сақтаңыз, отырғызғаннан кейінгі алғашқы кезеңде қызанаққа көп азот қажет емес. Әсіресе бұта онсыз да жасыл, сабағы мықты, жапырағы қалың болса. Мұндай қызанаққа азот берсеңіз, ол жапырақ қуып кетеді, гүлмен жеміске асықпайды. Мен алғашқы қоректендіруге көбіне кәдімгі ағаш күлін қолданамын. Бір шелек суға, бір стақан күл салып, бір тәулік тұндырып қоясыз. Сосын жақсылап араластырып, әр бұтаның түбіне 1 литрден құясыз. Күл жұмсақ әсер етеді. Ол қызанаққа калий мен ұсақ пайдалы элементтер береді. Бұтаны бос жапыраққа айдамайды, керісінше гүлдеуге жақсы дайындайды. Көп қарапайым бақшада осының өзі жеткілікті, бірақ бір нәрсені ұмытпаңыз, күл бәріне бірдей келе бермейді. Егер сіздің жеріңіз сілтілі болса, немесе отырғызғанда шұңқырға күл салып қойған болсаңыз, тағы да көп күл берудің қажеті жоқ. Әр нәрсе мөлшермен пайдалы. Егер сәл нақтырақ минералды қорек бергіңіз келсе, мынадай қарапайым қоспа жасауға болады. 10 литр суға 1 ас қасық суперфосфат және 1 шай қасық калий сульфатын ертесіз. Әр бұтаның түбіне 1 литрден құясыз. Бұл қоспада қызанаққа дәл осы кезде керек фосфор мен калий бар, ал артыға азот жоқ. Қоспаны күрделендірмеңіз. Бір шелекке 5 түрлі тыңайтқыш салудың қажеті жоқ. Қарапайым болған сайын түсінікті. Қай нәрсе қалай әсер еткенінде байқайсыз. Енді қалай дұрыс құю керек? Бірінші ереже. Тыңайтқышты ешқашан құрғақ жерге құймаңыз. Алдымен қарапайым сумен топырақты ылғалдандырыңыз. Содан кейін ғана қоректендіріңіз. Әйтпесе, қою ерітінді тамырға ауыр тиюі мүмкін. Екінші ереже. Жапырақтың үстінен шашпаңыз. Түбіне құйыңыз. Қызанақтың жапырағын жиі сулаған дұрыс емес. Әсіресе жылыжайда немесе кешке қарай. Жапырақ ұзақ кебеді, содан ауру қаупі артады. Үшінші ереже. Түсте құймаңыз. Қазақстанда жазда күн қатты қыздырады, топырақта ысып кетеді. Мұндай кезде қорек жақсы сіңбейді, ал бұтаға салмақ түседі. Ең дұрысы таңертең ерте немесе күн бата бастағанда құю. Төртінші ереже. Әр бұтаға 1 литр жеткілікті. Көбірек құйсақ жақсырақ болады деп ойламаңыз.
тымайтқыш мөлшермен ғана пайдалы. Енді не істеуге болмайтынын айтайын. Егер көшетіңіз жақсы, жасыл, тірі болса, мочевина құймаңыз. Ол тек жапырақты көбейтеді. Жаңа көм қолданбаңыз. Бұл өте жиі кездесетін қателік. Жаңа көм қызанаққа дос емес. Шіріген қара шірік басқа әңгіме, ал жаңа көмді қызанақтың түбіне салуға болмайды. Бәрін бір шелекке араластырмаңыз. Күл, мочевина, тағы бір тымайтқыш, үстінен тағы бірдеңе қосу дұрыс емес. Бірі екіншісінің әсерін әлсіретуі мүмкін. Алғашқы қоректендіруден кейін бірден екіншісін жасамаңыз. Қорек бердіңіз бе, енді бұтаны бақылаңыз. Келесі қоректендіруді кемінде 2 аптадан кейін өсімдіктің жағдайына қарап жасаған дұрыс. Жылыжайда қызанақ тезірек бейімделеді, сондықтан алғашқы қоректі 10 күннен кейін беруге болады. Бірақ жылыжайдың да өз қиындығы бар. Іші қатты қызып кетсе, өсімдік күйзеліске түседі. Сондықтан желдетуді ұмытпаңыз. Ашық жерде 14 күн күткен қауіпсіз. Әсіресе түн салқын болса, немесе көшетті жаңа ғана отырғызғаннан кейін жел соғып, ауа райы құбылып тұрса. Бізде көктемнің соңы мен жаздың басында күндіз жылы, түнде салқын болып кететін кез көп. Қызанақ мұндайда асықпай бейімделеді. Қысқасы, схема мынандай. Отырғызғаннан кейін 10 күннен 14 күнге дейін күтіміз. Бұта сергіп, жаңа жапырақ шығарсын. Алдымен жерді сумен ылғалдандырыңыз. Содан кейін күл тұнбасын, немесе фосфор мен калий қоспасын беріңіз. Таңертең немесе кешке әр бұтаға 1 литрден құйыңыз. Егер отырғызған кезде шұңқырға суперфосфат салып қойған болсаңыз, бұтада бастапқы қорек бар деген сөз. Ондайда алғашқы қоректендіруді өте жеңіл жасаңыз. Күл тұнбасының өзі жеткілікті болуы мүмкін. Бақшада ең бастысы кесте емес, ақылмен қарау. Қызанаққа қарап үйреніңіз. Жапырағы не айтып тұр? Сабағы қалай? Жаңа өсім бар ма? Соны бақылаңыз. Ал сіз қызанақты көшіріп отырғызғаннан кейін алғашқы қоректі неше күннен соң бересіз? Күл қолданасыз ба? Минералды тымайтқыш па? Шөп тұнбасы ма? Әлде мүлде қоректендірмейсіз бе? Пікірге жазып кетіңіз. Келесі кездескенше.